Бұл Cargo Connect жарыс алаңы. Ал мынау кез келген ретте орындауға болатын 16 тапсырма. Сіздер барлық тапсырмаларды орындауға міндетті емессіздер, бірақ та 2,5 минуттан тұратын роботтар матчында барынша көп тапсырманы орындауға тырысыңыздар. Сіздердің ең үздік нәтижелеріңіз ғана есепке алынады. Сіздің роботыңыз тапсырма орындауды мына алаңнан бастау керек. Және де сіздер роботқа үй алаңына қайтып келетіндей программа жазуларыңыз керек. Іске қосу аралықтарында үй алаңында өз роботтарыңызды басқара және де өзгерте аласыздар. Шеберлік пен мейірімділік бұл First лигасының басты құндылықтары. Роботтар ойыны бұл сіздің басты құндылықтарыңызды көрсете алатын маңызды алаң. Және де төрешілер әрбір топтың осы қасиеттерін әрбір ойында бағалайды. Сіздің роботыңыз бен оның құралдары тексеріс алаңының біріне сиятындай болу керек. Егер де олардың көлемдері мына кішігірім тексеріс алаңына сиятындай болса, сіздер қосымша ұпайларға ие боласыздар. Бірінші тапсырма – инновациялық жобаның моделі. Бұл тапсырмада сіздер өздеріңіздің инновациялық жобаларыңыздың моделін қолданасыздар. Егер де инновациялық жоба моделіңіздің қандай да бір бөлігі Cargo Connect шеңберіне тиіп тұрса, 20 ұпайға ие боласыздар. Екінші тапсырма – қолданылмаған контейнер. Контейнерді арнайы құрылғылармен толтыру қажет. Бұл контейнер үй алаңында болғанда ғана топ мүшелері оны арнайы құрылғылармен толтыра алады. Егер де контейнер жабылған және де оның ішіне кейбір құрылғылар салынған болса 20, ал егер де контейнер жабылған және де оның ішіне барлық құрылғылар салынған болса 30 ұпай беріледі. Үшінші тапсырма – жүк ұшағын босату. Бұл тапсырмада жүк ұшағын босатып, контейнерді жолға шығару керек. Егер де ұшақтың жүк есігі толығымен ашылған болса 20 ұпай және де контейнер толығымен ұшақтан шығып, қара шеңберге тиіп тұрса тағы да 10 ұпай беріледі. Төртінші тапсырма – транспорттық саяхат. Ұшақ пен жүк көлігі белгіленген жерлерге дейін жетуі тиіс. Егер де ұшақ көк сызықтан толығымен асса 10 ұпай, және де жүк көлігі де көк сызықтан толығымен асса тағы да 10 ұпай беріледі. Екі тапсырмада толығымен орындалған жағдайда қосымша 10 ұпайға қол жеткізесіз. Бесінші тапсырма – қозғалтқыш қосқышы. Қозғалтқышты дизельдік түрінен электр түріне ауыстырыңыз. Қозғалтқыштың сары жолағы оңтүстікке бұрылатындай ауысуы керек. Алтыншы тапсырма – апаттың алдын алу. Апатқа жол берместен қауіпсіз тоқтаңыз. Матч соңында робот апатты болдырмау үшін көк сызықтың үстінде тұрса 20 ұпай, егер де тек қана сары панель құлаған болса 30 ұпай, ал егер де қара жақтау артқа қарай құлап кеткен болса 0 ұпайға ие боласыз. Жетінші тапсырма – жүк кемесін босату. Егер де жасыл контейнер кеменің палубасына тимейтіндей болса 20 ұпай, ал егер де жасыл контейнер жүк кемесінің шығыс палубасынан тыс болатындай етіп жылжытылса қосымша 10 ұпай беріледі. Сегізінші тапсырма – тік ұшақтан құлату. Тік ұшаққа ілінген қапты басқа алаңға құлату керек. Егер де қарсылас тобы өздерінің қаптарын сіздердің алаңдарыңызға құлатқан болса, оны Cargo Connect шеңберіне жеткізіңіз. Егер де қап тік ұшақтан толығымен бөлінген болса 20 ұпай, ал егер де қарсыластың сізге құлаған қабы сіздің Cargo Connect шеңберіне жеткізілген болса 10 ұпай, ал егер де екі топта осы тапсырманы орындаса тағы да қосымша 10 ұпай беріледі. Тоғызыншы тапсырма – темір жолдары. Темір жолын қалпына келтіріп, пойызды межелі жерге жеткізіңіз. Егер де темір жолы жөнделген болса 20 ұпай, ал егер де пойыз белгіленген жерге келіп, жолдың соңында тоқтаса, тағы да 20 ұпай беріледі. 10-шы тапсырма – сұрыптау орталығы. Сарғыш контейнерді сұрыптау орталығында қалдыра отырып, контейнерларды сұрыптаңыз.
Егерде сарғыш контейнер сұрыптау аймағының көк алаңында қалған жалғыз контейнер болса 20 ұпай беріледі. Назар аударыңыз, бұл контейнерлер басқа да тапсырмаларда қолданылады. 11-ші тапсырма: үйге дейін жеткізу. Сәлемдемені межелі жерге дейін табалдырық алдына жеткізіңіз. Егерде сәлемдеме жеткізілсе және де қандай да бір бөлігі есік алдында тұрса 20 ұпай, немесе егерде ол толығымен есік алдында тұрса 30 ұпай беріледі. 12-ші тапсырма: үлкен көлемдегі жеткізу. Турбина бөлігін тауық мүсініне тигізбестен көк ұстағышқа жеткізіңіз. Егерде турбина бөлігі көк ұстағышпен алаңға ғана тиіп тұрса 20 ұпай, немесе тек қана көк ұстағыштың үстінде тұрса 30 ұпай беріледі. Ал егерде тауық мүсіні тік тұрса және де оның қандай да бір бөлігі шеңберге еніп тұрса 5 ұпай, немесе тауық мүсіні тік тұрып ол толығымен шеңберге еніп тұрса 10 ұпай беріледі. 13-ші тапсырма: жүк көліктері. Жүк көліктерін үйдің сыртындағы көпірге бекітіңіз. Егерде екі жүк көлігі бірін-біріне бекітіліп тұрса 10 ұпай, ал егерде жүк көлігі көпірге бекітіліп тұрса тағы да 10 ұпай беріледі. Екі тапсырмада орындалған жағдайда қосымша 10 ұпай беріледі. 14-ші тапсырма: көпір. Көпірдің екі палубасын төмен түсіріңіз. Егерде көпірдің бір ғана палубасы төменгі тірекке тірелген болса 10 ұпай, ал егерде екі палубасы да сол тірекке тірелген болса 20 ұпай беріледі. 15-ші тапсырма: жүк тиеу. Әртүрлі көлік түрлеріне жүк контейнерлерін тиеу керек. Бір көлік түріне ең көбі 2 контейнерді салуға болады. Егерде жүк көліктеріне тиелген контейнерлер болса, әрқайсысына 10 ұпайдан беріледі. Егер пойыздарға контейнерлер тиелген болса, 20 ұпайдан беріледі. Ал егер жүк кемесінің батыс палубасына тиелген контейнерлер болса, әрқайсысына 30 ұпайдан беріледі. 16-шы тапсырма: Cargo Connect. Cargo Connect міндеті жүк контейнерлерін шеңберлер бойынша жеткізу. Егерде кез келген шеңберге қандай да бір бөлігі кіретін контейнерлер болса 5 ұпай, ал егерде толығымен кіретін контейнерлер болса 10 ұпайдан беріледі. Ал егерде көк контейнер көк шеңбердің ішіне толығымен кіретін болса 20 ұпай. Сәйкесінше жасыл контейнер жасыл шеңберге кіретін болса 20 ұпай беріледі. Егерде кез келген шеңберде контейнерлерден болатын болса, әрқайсысына 10 ұпайдан ие боласыздар. 17-ші тапсырма: дәлдік белгілері. Роботты үй алаңының сыртында неғұрлым аз тоқтатсаңыз, соғұрлым көп ұпай жинайсыз. Роботты үй алаңының сыртында әрбір тоқтатқаныңыз үшін сіз бір дәлдік белгісін жоғалтасыз. Алаңда қалған әрбір дәлдік белгілері қосымша ұпайлар сыйлайды. Есіңізде болсын, төрешілер әр кездесуде сіздің кәсіби шеберлігіңізді бағалайды. Робот ережелері кітабын оқып шығыңыз және маусым бойы жаңартуларды бақылаңыз. Іске сәт!